Құрметті оқырман, бүгінгі таныстырғалы отырған әдебиеттерім Мирас Кесебаевтың мінезді өзгерту алхимиясы мен супер жады есте сақтау қабілетін дамыту тәсілдері кітаптары. Мирас Кесебаев 1991 жылы Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Түгіскен ауылында дүниеге келген. Алматыда Әл-Фараби атындағы Казудың маркетинг мамандығын бітірген. Мінезді өзгерту алхимиясы Кітапта автор адамның мінезін жақсы бағытқа өзгерту туралы баяндайды. Кез келген уақытта өзін тәрбиелеп, жақсы өзгерістерді енгізіп, жаңа адам болып қалыптасуға үгіттейді. Әрбір жаман әдет, дөрекіліктен қалай арылып, көркем мінезді қалай бойға сіңірудің жолдарын ашып жазады. Супер жады есте сақтау қабілетін дамыту тәсілдері кітабы. Бұл кітапта автор есте сақтаудың түрлі тәсілдерін үйретеді. Әр тәсілді пысықтайтын жаттығу бар. Сан, сөз, мәтін, телефон номер, пароль жаттауды және ұмытпай есте сақтаудың әдістерін айтады. Оқыған кітапты ұмытпау, ойға есеп шығару, байқампаздықты арттыру, шет тілін үйренудің оңай жолын бөліседі. Бұл кітапты толық оқығыңыз келсе, Ділмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы балалар мен жасөспірімдер кітапханасына келіп толық оқуларыңызға болады.